шейх уағыз айтып отыр деді. Ертең жаннатқа кірген кезде осы пайғамбар саллаллаху алейхи хадис жайында алдыңнан сондай бір сұлу әдемі әйел шығады. Сонда сен мынау менің қор қыздан болған әйелім ба деп айтасың деді. Сонда періштелер жоқ, бұл сенің сол әйеліңнің шашын тараушы деді. О, шашын тараушы мынандай болса, онда әйелім қандай болады деп ары қарай жүреді деді. Ары қарай жүрсе әлгіндегіден сұлуырақ тағы да көреді деді. Ана тұрған жерінде қатып қалады деді. Мынау менің әйелім ба десе, жоқ, бұл әйеліңе тағы да бір қызметін жасаушы, мынау суын құйып беруші, тағы басқа сөйтіп, енді әйелім қандай екен деп үлкен замок, яғни бағанағы сарайға, зәулім сарайға келеді деді. Сөйтіп ішіне кіріп қалса, ішінде өзінің бұл дүниедегі әйелін кездестіреді деді. Шейх уағыз айтып отыр екен сөйтіп минбарда. Сөйтсе арабтарда ғой, біреу тұрып алып, ля я шейх, шейх, бұлай емес, мүмкін емес олай, бұл әділдік емес деп айтады деді. Сөйтсе шейх, енді негізі жұмада сөйлеуге болмайды. Өскөт, аузыңды жап, мен саған пайғамбар саллаллаху алейхи хадисін айтып жатырмын десе, жоқ шейх, тексеріңізші, бұл хадис даиф болу керек, бұл хадис әлсіз хадис болу керек деп. Әлгі енді бұл дүниеде әйелінен шаршап жүрді, ол әйелін қанағат тұтпастан енді ертең ақиретте алдынан әйелің шығады деген кезде ана қызықтың бәрі кетіп қалды да оған. Бірақ Алла субханала тағала көзіңді сақтайтын болсаң, сол әйеліңді бүкіл қор қыздардан да әдемі етіп саған иншалла ертең жәннатта бір басқа бір келбетте иншалла жаратып береді. Ол үшін адам көзін сақтауы керек.